Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздерге духовкада пісірілген баклажанымызды көрсеткім келіп отыр. Осы рецепті міндетті түрде сіздерде қайталап видео жасаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Алдымен 2 блок баклажанымызды аламыз. Шеттерін кесіп аламыз. Екіншісінде шеттерін алып тастаймыз. Ендігісімізге панировочный сухарь қажет. Және де жұмыртқамыз. 2 жұмыртқамыз қажет. Үстіне тұзымызды септік. Жақсылап араластырамыз. Мінекей жақсылап араластырып болдық. Жұмыртқамызға бір жақ бетін саламыз. Сол жағылған жағымен панировочный сухарімізге саламыз. Аударып тағы да сөйтіп барлығын жасап шығамыз.
мінекей енді жақсылап духовкамызға қызып тұрған 180 градусқа 10 минутқа қызғанша піскенше салып қоямыз. Баклажанымыз пісті. Енді екінші жағын аударамыз да үстіне майонезімізді жағамыз. Петрушкаларымызды саламыз. Және де орап шығамыз. Мінекей осындай керемет баклажанымыз шықты. Дәмі деген тіл үйренді. Енді қалғандарына тура жасаймыз. Мінекей біздің духовкада піскен баклажанымыз дайын болды. Осылай керемет әдемі болып шыға келеді. Сіздер де осылай жасаңыздар, осы рецептпен жасасаңыздар, міндетті түрде осылай болып шығады. Қуырғаннан гөрі осылай духовкада пісірген тиімдірек деп ойлаймын. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Кездескенше сау саламатта болыңыздар.